Қала әкімі Еркебұлан Баяхметов осы аптада шаһар ішін аралады. Сапардың алғашқы нысаны Южный 2 пәтер иелері кооперативінде орын алды. Мұнда ауа райының қолайсыздығынан туындаған мәселелер назарға алынып, шатырларды жөндеуде туындап отырған сауалдар талқыланды. Аса назар залалсыздандыру жұмыстарының уақытылы және сапалы атқарылуына аударылды. Бұдан бөлек шаһар басшысы жергілікті тұрғындармен жүздесіп, оларды сөзге тартты. Оңдап тұрмыз істегенде прямо жай жақсылап істеген олардың бәрін түгел істеп кетеді. Тәжіғасын бір қазақтың баласы бар. Жақсы істейді. Жақсы істейді. АКСКаңыз қалай істейді? Бар, су бар, отопление, суық су бәрі бар. Тәуба бәрі бар. Жылы үйіңіз жыл? Үйіміз жылы бірінші этаж, міне мына жерде тұрмыз. Жақсы. Сапар жалғасында АРБ спецмонтаж жауапкершіліктегі серіктестігі жүргізетін тазалау жұмыстарымен таныстырды. Бүгінде мердігер ұйым мен абаттандыру шараларына 20-ға жуық жұмысшылар жұмылдырылған. Тәуелсіздік даңғылындағы өңдеу жұмыстарымен тазалау барыста назардан тыс қалмады. Айтулы аумақтағы тазалық шараларын мамандандырылған арнайы техника және жұмысшылар атқаруда. Бестөбе кентіне бағытталатын жол учаскесіндегі блок бекеттерде медициналық және құқық қорғау саласының қызметкерлері кезекшілік етуде. Еркебұлан Баяхметов бекеттегі қалыптасып отырған ахуалға көз жеткізіп, күн тәртібінде туындап отырған мәселелерді мамандармен талқылады. Шаһар басшысы бастамашылық топ мүшелерімен де кездесті. Мұнда қоғамдық бірлестік белсенділерінен құралған еріктілер ресми бекітілмеген бекеттерде қауіпсіздік тәртібінің сақталуын қамтамасыз етуде. Алдағы уақытта ішкі істер органдарының өкілдерімен бірлесіп, түнгі кезекшілік жүргізілуі қолға алынбақшы. Сапар жалғасында азық-түліктердің бағалық көрсеткіштеріне аса назар аударылды. Бұл ретте орталық базардағы, смол және Қазақстан сауда орындарындағы әлеуметтік маңызы бар азықтардың шектік бағалары қаралды. Жеке кәсіпкерлер бүгінде азық-түлік тапшылығы жоқ екен және бағалық көрсеткіштер тұрақты деңгейде сақталып отырғанын мәлімдеді. Жергілікті дәріханалардың бетперделері мен антисептикалық құралдармен және қажетті дәрі-дәрмектермен қамтылуына қанағаттанған қала басшысы арнайы қолғаптар аз мөлшерде жеткізіліп отырғанына көз жеткізді. Соған қарамастан қалалық дәріханаларда дәрі тапшылығы мен бағалардың өсу көрсеткіштері байқалмай отыр.